Баршаңызға сәлем. Біз бүгін бауырсақ дайындаймыз. Өте дәмді, топ-томпақ болып шығады. Ол үшін бізге ұн керек. Ұнды електен өткізіп аласыздар. Және үлкен ыдыс керек. Ыдысымызға жылы су құямыз. Жылы сүт құямыз. Температурасы жылы болу керек. Дрожь саламыз. Қант саламыз. Және ұнымыздан 2-3 ас қосық ұн қосамыз. Жақсылап араластырып, жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін біз майонезді, тұзбен және сұйық маймен араластырып дайындап қоямыз. Апарамыз дайын болды. Апара осылай шапкасымен шығады. Ол бізде дрожжға да байланысты болады. Оған майонезді массамызды қосамыз. Осымен біздің сұйық ингредиенттеріміз дайын болды. Енді тек ұнды салып, қамыр илеу ғана қалды. Қамыр бастапқы уақытта жабыспақ болады, бірақ одан қорқудың қажеті жоқ. Сәл ғана ұн сеуіп жіберіп, илесеңіздер болады. Не болмаса, ұнды сеппейде осы қалпында қалдырып, бетін жауып қойсаңыз да, ол біріккен кезде әдемі бауырсақ болып шығады. Қамырымыз дайын. Пакетпен немесе пищевая пленкамен бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырды бір қайтарамыз. Қайтару деген қолымызды кішкене майлап, астынан үстіне қарай тығып шығамыз. Міне осылай дайындап, тағы бетін жауып, тағы 40 минутқа қойып қоямыз. 40 минуттан соң қамырымыз осылай көтеріледі. Сеуіп, қамырымызды түсіріп, өз ыңғайымызға қарай жаятын боламыз. Мен осы қамырды 2-ге бөлдім. Қатты ұн себе берудің қажеті жоқ. Осылай жайып аламыз. Қалыңдығы 5 мм болу керек. Стандартты бауырсақтардың размері солай болады. Осылай жайып дайындап аламыз. Және бауырсақтың формасы видеода көрсетілгендей форма болу керек. Бір алақандай болу керек. Ол стандартты бауырсақтың размері. Өздеріңіздің қалай бауырсақты қалайсыздар, солай кесе берсеңіздер болады. Осылай дайындап алғаннан кейін майлықтың үстіне әдемілеп жайғастырамыз.
және бауырсақты демалдырып тындырып қойып қойған дұрыс болады. Бетін жауып қоямыз. Май қызғанша. Майдың қызғанын осылай шпажканың көмегімен білуге болады. Қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен отбасыларыңызды дәмді аспен қуантыңыздар. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.